Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to talk about the warmest place in the world. It is our homes. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз дүние жүзіндегі ең жылы жер жайлы әңгімелейтін боламыз, ол біздің үйіміз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. Сегодня мы будем говорить о самом теплом месте в мире. Это о нашем доме. Let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылап шығайық. Итак, ребята, давайте разберем средств прошлого урока перед тем, как переходить к новой теме. The question number 1. I have been to Europe once. It was in 2010. The right option is D. Бірінші сұрақ. Мен Европада бір рет болдым. Ол 2010 жылы болған. Дұрыс нұсқа D болады, себебі бұл жерде нақты жыл жазылған, осыған байланысты past simple. Первый вопрос. Я был однажды в Европе. Это было в 2010 году. Правильный вариант здесь будет D, потому что здесь указывается точный год. Поэтому будет past simple. The question number 2. Ouch! I have cut my finger. The right option is C. Екінші сұрақ. Ай, мен саусағымды кесіп алдым. Бұл жерде дұрыс нұсқа C болады, себебі бұл енді ғана болған іс-әрекет, осыған байланысты present perfect болады. Ай, я порезал палец. Правильный вариант здесь будет C, потому что действие произошло только что, поэтому будет present perfect. The question number 3. Жания went to Paris last year. The right option is A. Үшінші сұрақ. Өткен жылы Жания Парижге барды. Бұл жерде нақты уақыт жазылған last year деп, осыған байланысты past simple болады. Дұрыс нұсқа A. Третий вопрос. В прошлом году Жания ездила в Париж. Правильный вариант здесь будет A, потому что действие произошло в определенное время, то есть last year. Поэтому будет past simple. The question number 4. When she was young, she lived in Nur-Sultan. The right option is B. Төртінші сұрақ. Ол жас кезінде Нұр-Сұлтан қаласында тұрды. Дұрыс нұсқа B болады, себебі бұл бұрын болған іс-әрекет. В молодости она жила в Нур-Султане. Правильный вариант здесь будет B, потому что данное действие произошло в прошлом, поэтому будет past simple. The question number 5. I'm afraid I'm not hungry. I have already eaten. The right option is A. Бесінші сұрақ. Мен аш емеспін деп ойлаймын. Мен әлде қашан тамақтанып алғанмын. Дұрыс нұсқа A болады, себебі бұл жерде already деген сигналды сөз жазылған. Осыған байланысты present perfect. Пятый вопрос. Боюсь, я не голоден. Я уже поел. Правильный вариант здесь будет A, будет present perfect, потому что здесь есть сигнальное слово как already. The question number 6. Oh no, I have lost my phone. Have you seen it anywhere? The right option is C. Алтыншы сұрақ. О, жоқ, мен телефонымды жоғалтып алдым. Сіз оны көрдіңіз бе? Дұрыс нұсқа C болады, себебі ол жақында ғана жоғалтып, қазір сұрап тұр. Осыған байланысты present perfect. Шестой вопрос. О, нет, я потерял свой телефон. Вы его где-нибудь видели? Правильный вариант здесь будет C, потому что действие произошло недавно, и он сейчас спрашивает. Поэтому будет present perfect. The question number 7. Have you ever been to Australia? No, never. The right option is A. Жетінші сұрақ. Сіз бұрын соңды Австралияда болдыңыз ба? Жоқ, мен ешқашан болмадым. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болады, себебі ever деген сигналды сөз жазылған. Present perfect болады. Седьмой вопрос. Вы когда-нибудь были в Австралии? Нет, никогда. Правильный вариант здесь будет A. Это present perfect, потому что здесь также есть сигнальное слово как ever. The question number 8. His brother has worked here since he left school. The right option is B. Сегізінші сұрақ. Оның ағасы мектепті бітіргеннен бері осында жұмыс істеді. Дұрыс нұсқа B болады, себебі бұл жерде since деген сигналды сөз жазылған. Бұл present perfect. Восьмой вопрос. Его брат работал здесь с тех пор, как он окончил школу. Правильный вариант здесь будет B, потому что здесь также есть сигнальное слово как since. The question number 9. I've known her for 10 years. The right option is A. Тоғызыншы сұрақ. Мен оны 10 жыл бойы білемін. Дұрыс нұсқа A болады, себебі бұл жерде қаншақты ұзақ болған іс-әрекет жазылған, осыған байланысты for. Девятый вопрос. Я знаю ее на протяжении 10 лет. Правильный вариант будет A, потому что здесь указывается на длительность действия. The question number 10. She has been a teacher since 1995. The right option is D. 10-ші сұрақ. Ол 1995 жылдан бастап мұғалім болып жұмыс істеді. Бұл жерде
Іс-әрекеттің қашан басталғаны жазылған, осыған байланысты since болады. 10-й вопрос. Она работает учителем с 1995 года. Правильный вариант здесь будет D, потому что здесь указывается начало какого-либо действия. So, in exercise 1.1, you have to read the words and find the odd words out. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, бірде-бір жаттығуына қараңыздар. Бұл жерде сіздер сөздерді оқып, мағынасы жағынан басқаларға сәйкес келмейтін сөзді тауып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, посмотрите на упражнение 1.1. Здесь вы должны прочитать все слова и найти то слово, которое не подходит к другим по смыслу. И на данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Living room, bedroom, classroom, dining room. The odd word here is classroom. Қонақ бөлмесі, жатын бөлмесі, сынып бөлмесі және тамақтану бөлмесі. Бұл жерде мағынасы бойынша сәйкес келмейтін сөз ол сынып бөлмесі. Гостиная, спальня, класс и обеденный зал. Лишнее слово здесь будет класс. Number 2. Wardrobe, washing machine, cupboard, the bookcase. And here the odd word is washing machine. Киім салатын шкаф, кір жуғыш машина, ыдыс-аяқ салатын шкаф және де кітап шкафы. Бұл жерде артық сөз кір жуғыш машина болады. Шкаф для одежды, стиральная машина, шкаф для посуды и книжный шкаф. Здесь лишнее слово будет стиральная машина. Number 3. Chair, sofa, sink, armchair. And here the odd word is sink. Орындық, диван, шұңғылша және кресло. Бұл жерде артық сөз шұңғылша болады. Стул, диван, раковина и кресло. Здесь лишнее слово будет раковина. Number 4. Poster, picture, window and photo. The odd word is window. Плакат, сурет, терезе және фото. Бұл жерде артық сөз терезе. Плакат, картинка, окно и фото. И здесь лишнее слово будет окно. Number 5. Mirror, telephone, TV set and radio. And here the odd word is mirror. Айна, телефон, теледидар және радио. Бұл жерде артық сөз айна болады. Зеркало, телефон, телевизор и радио. И здесь лишнее слово будет зеркало. Number 6. Dishwasher, armchair, washing machine and fridge. The odd word is armchair. Ыдыс жуғыш машина, кресло, кір жуғыш машина және тоңазытқыш. Бұл жерде артық сөз кресло. Посудомоечная машина, кресло, стиральная машина и холодильник. Здесь лишнее слово будет кресло. Number 7. Washing machine, cooker, dishwasher and fridge. And here the odd word is washing machine. Кір жуғыш машина, плита, ыдыс жуғыш машина және тоңазытқыш. Бұл жерде артық сөз кір жуғыш машина болады. Стиральная машина, плита, посудомоечная машина и холодильник. Здесь лишнее слово будет стиральная машина. In exercise 1.2, try to find the words by their description. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Бірде-екі жаттығуында сіздер сөздерді олардың сипаттамаларынан табуға тырысыңыздар. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, в упражнении 1.2 вы должны найти слово по их определениям. И на данное задание я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. A large thing that you fill with water and sit in to wash your body is the bathtub. Бірінші, сіз оны сумен толтырып, денеңізді жуу үшін отыратын жер. Ол the ванна болады. Первый вопрос. Большая вещь, которую вы наполняете водой и в которой вы купаетесь. Это будет the ванна. Number 2. A piece of furniture where you put or hang your clothes is a wardrobe. Екінші, киімді салатын немесе іліп қоятын жиһаз қалай аталады? Ол wardrobe, киім ілетін шкаф деп аталады. Второй вопрос. Это предмет мебели, куда вы кладете или вешаете свои вещи, то есть свою одежду. Это будет шкаф для одежды. Number 3. A piece of furniture that you put books in. It is B, bookcase. Үшінші, кітап қоюға болатын шкаф. Ол B, кітап шкафы деп аталады. Третий вопрос. Предмет мебели, который можно поставить книги. Это B, книжный шкаф. Number 4. A thing with 4 legs, a seat, and a bag that you can sit on. It is J, chair. Төртінші. Сіз отыруға болатын 4 аяғы бар, отыратын орны бар, және де артқы жағы бар зат қалай аталады? Ол H, chair, орындық деп аталады. Четвертый вопрос. Вещь с 4 ножками, сиденьем и спинкой, на которой можно сидеть. Это H,
стул. Number 5. The place in the kitchen where you wash dishes, it is F. Sink. 5. Ыдыс жуатын ас үйдегі орын қалай аталады? Ол F. Шұңғыша деп аталады. Место на кухне, где вы моете посуду. Это F. Раковина. Number 6. A piece of furniture with a flat top on, usually 4 legs. It is A. Table. 6. Үстінде жалпақ зат тұратын, әдетте 4 аяғы бар жиһаз қалай аталады? Ол A. Үстел деп аталады. 6 вопрос. Это предмет мебели с плоским верхом и обычно на 4 ножках. Это A. Стол. Number 7. A small piece of thick material that you put on the floor is E. Rug. 7 сұрақ. Еденге қоятын кішкене ғана тығыз материал. Ол И. Кілем деп аталады. 7 вопрос. Небольшой кусок плотного материала, который вы кладете на пол, это И. Ковер. Number 8. An opening in a wall with glass in it is C. Window. Қабырғада шынысы бар арнайы жер. Ол C. Терезе деп аталады. Отверстие в стене со стеклом. Это C. Окно. Number 9. A piece of special glass where you can see yourself, it is I. Mirror. 9. Өзіңізді көре алатын шыны әйнектің бір бөлігі қалай аталады? Ол I. Айна деп аталады. 9. Кусок специального стекла, где вы можете видеть себя. Это I. Зеркало. Number 10. A piece of furniture with shelves and doors where you keep things like plates, glasses or food. It is G. Cupboard. 10. Сіз тәрелкелер, стақандар, немесе тамақ сияқты заттарды салатын сөрелер мен есіктері бар жиһаз қалай аталады? Бұл G. Ыдыс-аяқ шкафы деп аталады. 10. Это предмет мебели с полками и дверцами, где вы храните такие вещи, как тарелки, стаканы или еда. Это будет G. Шкаф для посуды. Let's look at some descriptions of the parts of the house. Ал енді балалар, үйдің бөліктерінің кейбір сипаттамаларын қарап шығайық. Давайте, ребята, рассмотрим некоторые описания частей дома. A room at the top of a house under the roof is called attic. Үйдегі шатырдың астында орналасқан бөлме, шатырдың астындағы бөлме деп аталады. Комната наверху дома под крышей называется чердаком. A room used for sleeping is bedroom. Ұйықтауға арналған бөлме, ұйықтайтын бөлме деп аталады. Комната, которая используется для сна, называется спальней. The living room is the room in a house where people sit to relax and, for example, watch television. Қонақ бөлмесі дегеніміз адамдар көбінесе демалатын, әсіресе теледидар көретін бөлме. Гостиная – это комната в доме, где люди сидят и отдыхают, расслабляются, например, смотрят телевизор. Chimney is a white pipe that allows smoke from a fire to go out through the roof. Түтіндік дегеніміз бұл түтіннің шатырдан шығуына мүмкіндік беретін құбыр. Дымоход – это широкая труба, которая позволяет дыму от камина выходить через крышу. The surface that covers the top of a building or vehicle is called roof. Ғимараттың немесе көліктің жоғарғы бөлігін жабатын нәрсе шатыр деп аталады. Поверхность, которая покрывает верхнюю часть здания или какого-либо транспорта, называется крышей. Bathroom is a room with a bath, sink and often a toilet. Жуынатын бөлме бұл ваннадан, шұңғылшадан және де жиі туалеттен тұратын бөлме. Ванная комната – это комната с ванной, раковиной и обычно с туалетом. Kitchen is a room used to prepare and to cook food in it. Ас үй дегеніміз бұл тамақ дайындайтын және тамақ пісіретін орын. Кухня – это помещение, которое используется для приготовления еды. Garden is an area of ground belonging to a house, often containing grass, flowers or trees. Бақша дегеніміз бұл көбінесе шөптер, гүлдер немесе ағаштары бар үйге тиесілі жер аумағы. Сад – это участок земли, принадлежащий дому и часто содержащий такие вещи, как трава, цветы и деревья. Okay, before the reading task, let's write down some new words. Find – табу, найти. Satellite TV – жерсеріктік теледидар, спутниковое телевидение. Furniture – жиһаз, мебель. Move in – қоныстану, въехать. Carpet – кілем, ковер. Curtain – перде, занавеска. Charity shop – қайырымдылық дүкені, благотворительный магазин. Unfortunately – өкінішке орай, к сожалению. Phone line – телефон жүйесі, телефонная линия. Cushion – жастық, подушка. Sound system – дыбыс жүйесі, звуковая система. Instead – бір нәрсенің орнына, вместо чего-то. Cook – аспаз, повар. Enough – жеткілікті, достаточный. In exercise number 2, you have to read the text. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause.
So, in the text, we can read about Bob moving into a house with several people and how he describes his room in detail. Мәтінде біз Бобтың бірнеше адаммен үйге көшкенін және де оның бөлмесін қалай егжей-тегжейлі сипаттағанын оқи аламыз. В тексте мы можем прочесть о переезде Боба в новый дом с несколькими людьми и о том, как он подробно описывает свою комнату. So, in the next task, you have to answer the questions below. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Number 1. Bob's room is. Бобтың бөлмесі, комната Боба. A. Big enough. Жеткілікті түрде үлкен. Достаточно большая. B. Not very big. Қатты үлкен емес, не очень большая. C. Very big. Өте үлкен, очень большая. The right option is B. Bob's room is not very big. Дұрыс нұсқа B болады. Бобтың бөлмесі қатты үлкен емес. Правильный вариант будет B. Комната Боба не очень большая. Number 2. Bob bought for the room. Боб бөлмеге не сатып алды? Что Боб купил для комнаты? A. Cushions, жастықтарды, подушки. B. Curtains, перделерді, шторы. C. A desk, үстел, письменный стол. The right option here is C. Bob bought a desk for the room. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болады. Боб бөлмеге үстел сатып алды. Правильный вариант будет C. Боб купил письменный стол для комнаты. Number 3. His parents brought for the room. Оның ата-анасы бөлмеге не алып келді? Что его родители привезли для комнаты? A. Cushions, жастықтар, подушки. B. Curtains, перделер, шторы. C. A desk, үстел, письменный стол. The right option here is A. Bob's parents brought cushions for the room. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болады. Оның ата-анасы бөлмеге жастықтар алып келді. Правильный вариант будет A. Его родители принесли подушки для комнаты. Number 4. Bob sends his emails from. Боб өзінің электрондық поштасын қай жерден жібереді? Откуда Боб отправляет свои электронные письма? Option A. His room. Өз бөлмесінен, из его комнаты. B. The kitchen. Асиден, из кухни. C. The university. Университеттен, из университета. The right option here is C. Bob sends his emails from the university. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болады. Боб өзінің электрондық поштасын университеттен жібереді. Правильный вариант будет C. Боб отправляет свои электронные письма из университета. Because the house has only one phone line in the kitchen, so he's still using the university computers for email. Үйде тек қана бір телефон жүйесі болғандықтан, ол электрондық поштасын университеттен жібереді. Поскольку в доме есть только одна телефонная линия, он использует университетские компьютеры для отправки электронных писем. Number 5. Bob's mother. Бобтың анасына, маме Боба. The option A. Like the house. Үйді ұнатты. Понравился дом. B. Clean the kitchen. Асүйді жинады. Убралась на кухне. C. Cooked lunch. Түскі ас дайындады. Приготовила обед. So, she wanted to spend the afternoon cleaning the house or cleaning the kitchen. But they took her out for lunch instead. That's why the right option is A. Ол түстен кейін ас үйді жинағысы келді. Бірақ Боб пен оның әкесі оның орнына оны түскі асқа алып кетті. Осыған байланысты дұрыс нұсқа A болады. Она хотела провести весь день, убирая комнату, то есть убирая кухню, но Боб и его отец забрали ее на обед. Поэтому вариант A здесь будет верным. Number 6. How many people in the house are students? Үйдегі 5 адамның қаншасы студенттер? Сколько из 5 человек в доме студенты? So, Jim and Pete are studying French like Bob. Mike is a music student and Fred works in a bookshop. He left the university last summer. That's why the right option here is B. 4. Jim мен Pete Bob тәрізді француз тілін оқиды. Майк музыка бөлімінде оқиды, ал Фред кітап дүкенде жұмыс істейді. Фред өткен жазда университеттен шығып кеткен. Осыған байланысты дұрыс нұсқа B болады, 4 адам студент. Джим и Пит изучают французский как Боб. Майк учится музыке, а Фред работает в книжном магазине. Он ушел из университета прошлым летом. Правильный вариант здесь будет B, 4 из них студенты. Number 7. Laura is probably Bob's. Лаура Бобқа кім болып келуі мүмкін? Лаура, вероятно, кем является Бобу? A. Sister, әпкесі, сестрой. B. Wife, әйелі, женой. C. Girlfriend, қызы, девушкой. Bob asks how she and Charlie are, and according to this, Laura is probably his sister.
And also, he told that when his mom and dad came to visit, they brought some bookshelves from her room. That's why the right option is A. Боб оның және Чарлидің қалдары қалай екенін сұрады. Сондықтан Лаура оның әпкесі болуы мүмкін. Сондай-ақ, ол анасы мен әкесі келген кезде Лаураның бөлмесінен бірнеше кітап сөрелерін әкелгенін айтқан. Осыған байланысты A нұсқасы дұрыс болады. Боб спрашивает, как она и Чарли. Поэтому Лаура, вероятно, его сестра. Также он рассказал, что когда родители приехали в гости, они принесли из ее комнаты несколько книжных полок. Поэтому вариант A будет верным. Number 8. How many children does Laura have? Лаураның неше баласы бар? Сколько детей у Лауры? Option A, 1, option B, 2, option C, 3. So Bob wrote that he wanted to see both of them very soon. That's why the right option here is B. Боб жақында екеуін де көргісі келетінін айтқан, осыған байланысты дұрысқа B болады. Боб написал, что он хочет увидеть обоих очень скоро, поэтому вариант B будет верным. Number 9. There is TV in. Теледидар қайда орналасқан? Где находится телевизор? The option A. Bob's room. Бобтың бөлмесінде, в комнате Боба. B. The kitchen. Асиде, на кухне. C. The living room. Қонақ бөлмесінде, в гостиной. The right option is C. Дұрысқа C болады. И правильный вариант будет C. Thank you guys for attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Goodbye. В тексте мы можем прочесть о Боба... Поскольку в доме есть только одна телефонная линия... Ладно. Поскольку в доме есть только одна телефонная линия, сейчас я скажу правильно. Поскольку в доме есть только одна телефонная линия, он использует компьютеры из университета для отправки электронных писем.